Всем привет! Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Жаңадан қосылып отырсаң тіркеліп кет. Бүгін августтың 22-сі. Мынадай вайбта сабақ оқуға кірістім. Әдемі вид болып тұр мына жер. Гостеске дайындалып жатқан сұрақтар. Әрқайсынан примерно 300 сұрақтай. Ноутбук қосылғанша сендермен әңгімеде тұрайын, чтобы менің мамандығым туралы қысқаша мағлұмат білу үшін. Қазіргі таңда мен емтиханға дайындалып жатырмын. Юрист мамандығын бітіргеннен кейін тапсырып мемлекетте жұмыс жасау керек. Енді обязательно емес мемлекетте жұмыс жасау. Өзің білесің, мемлекетке жасауға да болады, немесе частный, яғни жекеменшікке де жасауға болады. Мен государствоны таңдадым. Соған қарай енді емтихан тапсыру керек. Емтиханға қазіргі таңда дайындық үстіндемін. Келесі айдың басында или осы айдың аяғында уже тест тапсырып, жауабын алып, Құдай қаласа жұмысқа орналасамын. Емтиханға дайындалып жатқан тест сұрақтарын точно келеді, келмейді, оны білмеймін. Но дайындалып жатырмын. Если келіп жатса, мен қалай дайындалғанымды сіздерге айтамын, және де сізде солай емтиханын өтсеңіз болады. Менің 2-3 сағаттық тестке дайындығым. Бүгінгіге менде бір сабақты оқу керек болған. Сол сабақтың тесттерін оқып шықтым. Енді кәдімгідей тестке дайындалып тапсыру бар. Оны кешке жасаймын, 1 сағаттай уақыт. Еще мен бүйтіп отырып оқымаймын. Көбінесе сабақты жаттайтын, оқитын нәрсе болса, менде всегда штатив көмекке келеді. Штативті қоя аламын, штативті қоямын, и потом жатамын, рахаттанамын. Бір нәрсе айтайын, сабақты егер сен мысалы бір нәрсеге жете алмай, үйрене алмай атасың ғой, сол кезде ол саған не үшін керек? Саған ол данный момент керек па? Точно керек па? Не үшін керек? Деп өзіңе 5 рет сұрақ қоясың, любой нәрсе. Ладно, оқу болсын, ладно, бір зат алу болсын, 5 рет не үшін деп сұрақ қоясың. И потом сол кезде нақты, прям сен қалайтын болсаң, сен оған жетесің. Және де жету барысында сен күніге жасауың керексің. Никак бір күн қалып кетпеу керек, дайындалмайтын, оқымайтын кез қалып кетпеу керек. Оқыған кезде де күніне 1 сағат или 2 сағат көңіл бөлесің. Если сен прям скороспен тез жеткің келсе, онда күніне хоть 4 сағат, хоть 3 сағат бөлуін керексің. 2 сағаттан көп болу керек. Сонда ғана сен нәтижеге жетесің. Мен бұл нәтижені қалай байқадым? Бұлай негізі қатты көп дайындалмайтын, мен барлық нәрсеге 1 сағат қана уақыт бөлетімін. Сосын мен 1 сағаттан вообще нәтиже алмай қойдым. Маған нәтиже срочно керек болды. И потом бір нәрсені оқыдым. 8 сағат ұйқыға, 8 сағат білімге, 8 сағат сенің бос уақыттарыңа, жұмысыңа, яғни шығармашылық уақытқа кету керек. Менде 8 сағат білімге никак кетпейді. И көбінесе ұйықтау ровно 8 сағат. Көбінесе менде қыдыру, шығармашылық, сондай нәрсе кетіп қала береді, білім жағынан кетпей қалады. И соны туралау үшін мен бірінші 3 сағаттан бастадым, и у меня получилось. Соның нәтижесінде мен өзімді қуантым. Кәдімгідей нәтиже көрдім. И сендерге де советую тоже күніге, егер ұнамайтын, шаршап, істегің келмейтін нәрселер болса, онда 3 сағат бөлсең, онда сен нәтиже жетесің. И еще 3 сағатты қалай бөлеміз? Енді прям 3 сағат бойы қаз қатар оқу емес.
өзіңді қинамай жеңіл түрде жасау керек барлығын. Мен, например, секундомер қоям 30 минутқа. 40 минут мен үшін көп, 45 минут мен үшін көп, 50 минут вообще көп, 1 сағат вообще көп. Мен үшін менің миым қабылдамайды еш нәрсе. Сол үшін мен 30 минут қоям, 30 минут оқимын. Еще мен 30 минут кейде үйдегілер шақырып қалады, или бір нәрсе істеп кетем, әйтеуір бір нәрсе болып қалады да, сол кезде мен секундомерді басып қоям, тоқтатып қоям. Мысалға 30 минут жүріп атады, сен оқып атасың, и потом сен біреу шақырып қалады. Сол кезде секундомерді тоқтатам. Мысалы, ол секундомер 20 минутке әлі бар, 20 минут бар. А егер сен жұмысың кетіп қалып, секундомер әлі айналып, сенің таза уақытың шықпай қалады да. Сол үшін мен тоқтатып қоямын да, тірлігімді жасап келемін да, қайттан келемін да, сол 20 минутты толықтырам. Яғни толып болғаннан кейін 10 минут перерыв жасаймын. Инстаграм шықлайым, бүйтем, сөйтем, ұйықтаймын, короче, жүріп келем, билеп келем, короче, 10 минут бір бәле істеп келем. Сосын қайтан келіп, қайтан 30 минут. И получится 3 сағатты солай кетіруге болады, қаз-қатар қылып ше. Или азанда 1 сағат, түсте 1 сағат, кешке 1 сағат солай бөлуге де болады. 30 минут бөлдің ғой арасында, біреу шақырып қалды, 20 минут қалып қалды. Сол кезде қайтадан келген кезде сен сотқа шұқыламауың керексің. Бір нәрсеге кіріп кетпеуің керексің да. Сенің мақсатың сол болу керек. Мен оқимын, мен 20 минут, 30 минутты мен толықтыруым керекпін деген сенде ой болу керек. Сосын келгеннен ештеңе шұқыламайсың, только соған дайындаласың. 30 минут бойы, 30 минуттан кейін спокойно 10 минут демал. Одан кейін қайтадан раз 30 минут оқисың. Солай жүресің. И бұдан результат мощный болып шығады, білесіңдер ма? Так что делайте так. У меня получилось. Так что у тебя тоже получится. Я тебя верю, Дима. Так что никогда ерінбеңдер. Жалқаулансаңдар да ерінбеңдер. Ол менде де болады. Менде де жалқаулық болады. Менің басым қатып кетеді, ештеңе істегім келмейді. Сол кезде мен өзіме айтам. Жұлдызай, бұл кімге керек? Саған керек емес па? Біреуге керек ба бұл? Депші. Солай өзіме ұрсып аламын мен. Кейде адвокат болам, кейде прокурор болам. Короче, сондай болып миымды қатырам. Көбінесе сама собой адам өзімен сөйлесіп, өзінің қандай екенін, өзінің қандай қырлары бар екенін білуі керек. Короче, мына влог әңгімелесу разговорный болып кетті. Так что, если осындай ұнаса, тогда пишите. Мен сендермен осындай оңай тәсілдерді қалай даму керек екенін сендерге үйретемін. Так что пишите комментарий. И еще менің каналыма тіркеліп қойыңдар. Мы всегда позитивно жүреміз. Так, мамалар мынандай продукт әкеліпті. Огурцы, жүзім, алма, дәнектер, баклажан, банан, перчик, тоже перчик маленький, и нектар, и творожный сыр. Вот фруктыларды жуып, алдын үстіне қоямын. Короче, видео үшін осылай отдельно дейсің де. Короче, былай судан қоямын да. Квасаламын мен. Мынадай 5 түрлі пенgal кепті. Мынадай, жаңғақ, мес. Короче, насчет аты білмеймін. Но жаңғақ білмеймін, менің атын білемін. И еще мынадай ташкентский чайға. Көк шай қойдым, білмеймін, ұсынып кепті. И надо қазір саламыз. Маған бес алладым, сен яқын алып кеш бар. Ой, өзім алып келдім жаңағына. Не алып не? Мына шелектер әкеп берші маған жүгіріп қалады. Сіз қанша керек? Көп керек, алып Сіз қанша керек? Ана
ұйықтап келген кезде осындай ыдысқа салып қоямын. Еще вид әдемі болу үшін. И еще бір байқағанымыз, фрукты жақсы сақталады екен. Вот, фруктыларды салдым, и мына жерде огурцы. И қазір бәрінің қақпағын жабамыз. Ужин ішуге отырдым. Менде гуляш с фарш. Гуляш дегенде фаршпен жасалған етін, пюре. И мында баклажан жаңа жасадым. Еще бұмен видео түсірдім, қалай жасалу керегін. И мында Дарама Блейк деген